Ең қауіпті жануарлар, сіз білмеген фактілер. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ең қауіпті жануарлар туралы сөйлесеміз. Яғни бәріміз зоопаркке барып қызықтаймыз ғой, әсіресе балалар. Бірақ сол сүйкімді аңдардың қандай қауіпті екенін білесіз бе? Мысалы, мен бірде зоопаркке барғанда маймыл маған бананның қабығын лақтырды. Бананның қабығы ғой, күлесің ғой, иә? Бірақ сол қабық басыма тиіп, есімді білмей қалдым. Содан бері мен жануарларға абайлап қараймын. Ал сіздерге айтайын дегенім, бүгінгі видеомызда сіздер білмейтін ең қауіпті жануарлар туралы айтатын боламыз. Ал, бастайық патшадан. Арыстан, жануарлар патшасы деп айтамыз, иә. Манеж деген сән, айбынды жүріс. Бірақ достар, сол айбынының артында қандай күш бар екенін білесіз бе? Бір рет National Geographic каналынан көріп отыр едім. Бір арыстан зебраны бір тартумен жерге жықты. Жерге жықты деген аты ғой, зебра орнында секіріп тұрғандай болды. Енді ойлап көріңіз біздің арыстанмен күрескенімізді. Мен тіпті біздің ауладағы иттен қорқам. Бір күні нан сұрап келгендей жақындап келді, мен қорқып кетіп үйге кіріп кеттім. Ал енді арыстан болса, ойлаудың өзі қорқынышты. Арыстан жыртқыш, оның азу тістері, мықты жақ сүйектері. Бұл жай ғана сұлулық үшін емес екені анық қой, ә? Табиғатта арыстандар күніне 7 килограмм ет жейді екен. 7 килограмм деген не? Мен сонша етті бір айда жемеймін ғой. Ал енді ең қызығы арыстандардың аңшылық тактикасы. Олар жемтігіне білінбей жақындап келіп, кенеттен шабуыл жасайды. Сіз кинодан көрген шығарсыз, бір лезде зебра, газель дегендеріңізді жермен жегін етеді. Бірақ бір қызығы, арыстандар жалғыз аң ауламайды екен. Әдетте, олар топ болып шабуылдайды. Бір арыстан алдынан шықса, екіншісі артынан, үшіншісі бүйірінен. Қорғанудың өзі мүмкін емес. Ал енді арыстандардың күші туралы тағы бір қызық факт айтайын. Олар өздерінен 2 есе үлкен жануарларды да аулай алады екен. Мысалы, жирафты, буйволды тіпті пілді де. Әрине бұл оңай емес, бірақ арыстандар үшін мүмкін емес нәрсе жоқ сияқты. Сондықтан достар, арыстандардың сұлулығына алданып қалмаңыздар. Олар нағыз жыртқыштар, табиғаттың ең қауіпті жаратылыстарының бірі. Енді, достар, құрлықтан су астына сүңгиміз. Ақ акула, бұл акулалар әлемінің нағыз жұлдызы. Фильмдердің басты кейіпкері, балалардың қорқынышы. Бірақ бұл балықтың шын мәнінде қандай қауіпті екенін білесіз бе? Ақ акула, мұхиттың ең ірі жыртқыш балығы. Оның ұзындығы 6 метрге дейін, салмағы 2 тоннаға дейін жетеді екен. 2 тонна деген не? Бұл менің көлігімнен де ауыр. Енді елестетіп көріңіз, осындай алып лада көлігіңізге қарай жүзіп келе жатыр деп. Ақ акуланың ең қорқынышты қаруы, оның тістері. Олардың саны 300-ге дейін жетеді, және олар үнемі жаңарып отырады. Яғни, бір немесе бірнеше тісінса да, орнына жаңа тістер өсіп шығады. Бұл тістердің ұзындығы 5 сантиметрге дейін жетеді, ал олардың қысымы бірнеше тонна болады екен. Ойлап көріңіз, сіздің қолыңызды бір тістеп алса. Мен тіпті ойлағым да келмейді. Ақ акула өте жақсы аңшы. Ол жемтігінің иісін бірнеше шақырым жерден сезе алады. Сонымен қатар, ол судың тербелісін де сезеді. Яғни, сіз суға кірген сәттен бастап, ол сізді байқап қалады. Ақ акулалардың тағы бір қызық ерекшелігі, олардың дене температурасы судың температурасынан жоғары. Бұл оларға суық суда да белсенді болуға мүмкіндік береді. Сіз мұз құрсап тұрған суға кіре аласыз ба? Ал, ақ акула үшін бұл проблема емес. Бірақ достар, қорқынышты болғанымен, ақ акулалар адамдарға сирек шабуыл жасайды екен. Статистика бойынша, жылына ақ акуланың шабуылынан 10-ға жуық адам зардап шегеді екен. Бұл әрине аз емес. Бірақ басқа жануарлардың шабуылымен салыстырғанда аз. Менің ойымша, ақ акулалардың адамдарға шабуыл жасауының басты себебі, олар бізді итбалықпен, немесе теңіз арыстанымен шатастырады. Себебі су астынан қарағанда, адамның силуеті итбалықтың силуетіне ұқсайды екен. Сондықтан достар, егер сіз теңізге шомылуды жоспарлап жүрсеңіз, абай болыңыз. Ақ акула, әзілді түсінбейтін жыртқыш. Chapter 3. Қара мамба ұлы әлемнің тыныш тұрғыны. Енді жыландар әлеміне үңіліп көрейік. Жылан дегенде, көбісінің денесі тітіркеніп, қорқыныш пайда болады, солай ма? Ал мен болсам жыландарды алыстан сыйлаймын. Әсіресе, қара мамба сияқты улылары болса. Қара мамба, Африкада мекен ететін улы жылан. Оның аты оның қара аузынан шыққан. Денесінің түсі сұрдан қоңырға дейін өзгереді. Бірақ,
аузының іші қара сия. Қара мамбаны көрген адам, оның сол қара аузын көріп шок болып қалатын шығар. Қара мамба әлемдегі ең улы жыландардың бірі. Оның уы нейротоксин болып табылады. Яғни ол жүйке жүйесіне әсер етеді. Бір шағуы адамды 20 минут ішінде өлтіруге жеткілікті. 20 минут деген не? Бір шылым шегіп, Инстаграмда ақтарып үлгересің ғой, солай ма? Ал қара мамба болса, сол уақыт ішінде сізді мәңгілік ұйқыға кетіруі мүмкін. Қара мамба өте жылдам жылан. Ол сағатына 20 км жылдамдықпен жүре алады. Бұл дегеніміз, ол сізден оңай құтыла алады деген сөз. Мен әрине 20 км жылдамдықпен жүгіре алмаймын. Сіз ше? Қара мамба әдетте адамдарға шабуыл жасамайды. Ол тек өзін қорғау үшін шабуылдайды. Бірақ, бұл жыланның мінезі өте қатерлі. Егер сіз оны байқамай жақындап кетсеңіз, ол сізге ескертусіз шабуыл жасайды. Қара мамбаның тағы бір қызық ерекшелігі, ол бірнеше рет шабуыл жасай алады. Яғни ол бір шағып тоқтап қалмайды. Ол сізге бірнеше рет шағып, сіздің денеңізге мүмкіндігінше көп у жіберуге тырысады. Сондықтан достар, егер сіз Африкаға саяхат жасауды жоспарлап жүрсеңіз, абай болыңыз. Қара мамба, әзілді түсінбейтін жыртқыш. Chapter 4. Полярлық аю Арктиканың ақ алыбы. Енді достар, жылы киініп алыңыздар, себебі біз Арктикаға барамыз. Полярлық аю Арктиканың символы ақ аю деп те атайды. Бірақ оның сүйкімді келбетінің астында қандай күш жасырынып тұрғанын білесіз бе? Полярлық аю әлемдегі ең ірі жыртқыш аң. Оның салмағы 1 тоннаға дейін, ал бойы 3 метрге дейін жетеді. Бір рет Discovery каналынан көріп отыр едім. Бір полярлық аю мұзды тесіп, одан ит балықты сүйреп шығарды. Мұзды тесіп деген аты ғой, әлгі мұз ойыншық сияқты еді. Полярлық аюлар негізінен ит балықтармен қоректенеді. Олар мұз үстіндегі тыныс алу тесіктерінің жанында күтіп, ит балықтарды ұстап алады. Сондай-ақ, олар құстарды, морждарды және тіпті киттерді де аулайды. Бұл аюлардың ашқазан басқа емес, нағыз қап екен деп ойлаймын. Полярлық аюлардың ең қауіпті қаруы, олардың тырнақтары. Олардың ұзындығы 10 сантиметрге дейін жетеді, ал олардың күші адамның сүйегін сындыруға жеткілікті. Мен бір рет мысықтың тырнағы тиіп, қолымды тіліп алған едім. Сол кездегі ауырсыну әлі есімде. Ал енді полярлық аюдың тырнағы болса, полярлық аюлар керемет жүзгіштер. Олар су астында 10 минутқа дейін тыныс ала алады және сағатына 10 км жылдамдықпен жүзе алады. Яғни, олар судан да оңай құтыла алмайды. Мен болсам, бассейнде 2 рет басымды суға батырып, жүрегім айнып қалған. Ал полярлық аюлар болса, суды өз үйіндей көреді. Соңғы жылдары полярлық аюлардың саны азайып бара жатыр. Себебі олардың тіршілік ету ортасы мұздықтар еруде. Бұл өте өкінішті. Себебі полярлық аюлар біздің планетамыздың әсемдігінің бір бөлігі. Егер сіз бір күні Арктикаға барып, полярлық аюларды көру бақытына ие болсаңыз, оларға алыстан тамашалаңыз. Олар сүйкімді келбетті, бірақ өте қауіпті жануарлар. Chapter 5. Боксшы медуза. Өлім сыбызғысы. Енді достар, теңізге қайта оралайық, бірақ бұл жолы басқа бір сүйкімді жаратылыспен танысамыз. Боксшы медуза. Бұл атауды естігенде сіздің ойыңызға не келеді? Менің ойымша рингте қолғап киіп жүрген медуза. Бірақ бұл медузаның атауы оның сыртқы түрінен емес, оның өлімге әкелетін уынан шыққан. Боксшы медуза Австралияның солтүстік жағалауында кездесетін улы медуза. Оның денесі мөлдір және кубоид пішінді. Осыдан келіп оның атауы шыққан. Көлемі кішкентай ғана болғанымен, бұл медузаның уы өте қауіпті. Боксшы медузаның уы жүрекке, жүйке жүйесіне және теріге әсер етеді. Оның бір шағуы адамды бірнеше минут ішінде өлтіруі мүмкін. Сізге бір қызық айтайын ба? Боксшы медузаның шағуы соншалықты ауыр. Көп жағдайда адамдар шок салдарынан суға батып кетеді. Өйткені, ауырсынудан жүректері шыдамайды. Боксшы медузаның 60-қа жуық шатыры бар. Әр шатырдың ұзындығы 3 метрге дейін жетеді. Әр шатырда мыңдаған атқылау жасушалары бар. Олар уды денеге енгізеді. Яғни бұл медуза сізге бір емес, бірнеше рет шағып алуы мүмкін. Ең қорқыныштысы, боксшы медузаларды судан байқау өте қиын. Олардың мөлдір денесі суда көрінбейді. Сондықтан оларды теңіз аруағы деп те атайды. Боксшы медузалардың шағуынан қорғанудың ең жақсы тәсілі арнайы гидрокостюм кию. Егер сізді боксшы медуза шағып алса, дереу медициналық көмекке жүгіну керек. Сондықтан, достар, егер сіз Австралияға барып, теңізге шомылуды жоспарлап жүрсеңіз, абай болыңыз.
Бокшы медуза, әзілді түсінбейтін, өлімге әкелетін жаратылыс. Қорытынды. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Сіздерге әлемнің ең қауіпті жануарлары туралы қызықты фактілерді айтып бере алдым деп үміттенемін. Әрине, бұл жануарлардың бәрі бізге қауіп төндіреді деген сөз емес. Олардың көпшілігі тек өздерін қорғау үшін шабуыл жасайды. Сондықтан, табиғатқа абай болыңыздар, жануарларды сыйлаңыздар, және олардың тіршілік ету ортасын қорғауға атсалысыңыздар. Келесі кездескенше.